Мұқағали 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысының қазіргі Райымбек ауданында, бұрынғы Нарынқол ауданында Қарасаз ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Мұхамедқали. Әкесі қарапайым колхоз шаруашылығында сушы болып істеген. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын тағдырдың ащы дәмін ерте сезінген. Әкесі 1941 жылы Калининград майданында қаза табады. 1948-1949 жылдары Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің студенті. 1949 жылы көктемде Жағыл ашылмен отау құрады. 1949 жылы Советтік шекара газеті ақынның Қырман басында қойшыбала Әкітай деген өлеңдерін жариялайды. 1950 жылы Алматыдағы шет тілдер институтының неміс тілі факультетіне оқуға түседі. Мәскеудегі Максим Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алды. 1954 жылы Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мұғалімі болып тағайындалды. Осы жылы ақынның үш өлеңі әдебиет және искусство журналында жарияланады. 1957 жылы республикалық радионың диктор қызметін атқарады. 1962 жылдар Советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі. 1963-65 жылдары мәдениет және тұрмыс журналында жұмыс істеді. 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа бастады. Ильич армысыңдар достар, ақылар ұйықтағанда Мавр, шуағым менің атты жыр жинақтарын көздің тірісінде жариялап үлгерді. Алғаш Мұқағали талантын бағалаған Әбділда Тәжібаев өзіңнен де жігерлеу, оттылау жас жеткенше жеткенде мақтан басқа бола ма деген екен.